Сәлем, менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода творожный чизкейк дайындаймыз. Дәмі өте күшті болды, сондай нәзік, ауызға салсаң еріп тұратын, және де бетінде ешқандай трещинкасыз өте әдемі чизкейк. Ең бірінші қамырына жұмсақ сары майға 1 желток саламыз. Қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз кішкене еру керек. Не болмаса сахарный пудра сала салсаңыздар да болады. Одан кейін онымен разрешительді салып, жұмсақ қамыр илейміз, қолға жабыспайтын. Егер сіздер диета ұстанатын болсаңыздар, онда миндальная мукадан да жасап көруге болады. Кальцонның диаметрі 20 см, барлығын алюминий фольгамен жақсылап жауып шықтым. Енді қамырын тек астына жайып шығамыз. Жанында қамыр болмайды. Піскен кезде қамыр тегіс болу үшін осылай вилкамен тесіп шығу міндетті. Енді содан кейін начинкасын дайындаймыз. Начинкасы үшін мен 5% творог алдым, нәтиженіңкін. 1 жұмыртқа салдым, содан кейін бағанан қамырдан қалған белокты салдым. Қант негізі 150 грамм салынды, бірақ мен үшін сәл тәттірек болды, сондықтан 110-120 грамм қантты жететін сияқты, егер қатты тәтті ұнатпайтын болсаңыздар. Егер блендердің мощності күшті болса, бәрін салып сразу істесеңіздер болады. Менде енді мощності жай болғаннан кейін осылай шетінен салдым. Цедра лимона салдым, сливки 33%. Енді осыларды бір біріктіріп алғаннан кейін барып, уже мен творожный сырты салдым соңында. Енді осы біркелкі болғанша жақсылап блендермен еземіз. 2 ас қасық кукуруз крахмалы. Сонымен начинка дайын. Енді осыны қамырымыздың үстіне құямыз. Содан кейін алдын ала қыздырылған пешке 160 градуста пісіреміз. Ровно 35 минут пісірдім мен. Менде режим конвекция болды. Пештің астына мен осылай, противеннің астына осылай бір ыдысқа су құйып қойдым. Сонда чизкейктің бетінде ешқандай трещина болмай әдемі болып піседі. Чизкейк піскеннен кейін оны сразу пештен шығармаймыз. Пешті өшіріп, кішкене духовканың аузын ашып қоямыз. Содан кейін бар пештен шығарып, толық суығаннан кейін кальцосын шығарамыз. Енді негізі содан кейін холодильникке қойған дұрыс 3-4 сағатқа, бірақ мен сразу кестім асығыс болғаннан кейін разрезін көрсету үшін. Бірақ маған ұнағаны осылай ішіндегі начинкасы кішкене жұмсақтау болып тұр екен. Бір Сан-Себастьян чизкейк сияқты өте күшті болды. Жегенде прям нәзік болып тұрды. Маған солай да қатты ұнады. Өте күшті пирог. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісіңіздер және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.